Мысалға, мынадай берілген есепті қалай шығарамыз деген сұрақ туатын болса, біз бірінші былай жасаймыз. Бірінші түріне қараймыз. Түрі сәл-пәл стрёмдау болып тұр, онша емес деу болып тұр. Бірақ түріне мән бермейміз негізі. Сол үшін біз бүйтеміз. Бірінші мына тұрған ішіндегі түбір асты екіні көріп тұрмыз ғой, ортақ. Соны общий жақшаның сыртына шығарамыз. Бірақ онда квадрат тұр, квадраттап шығарамыз. Сонда ол 2 болып шығып кетеді да, ал іші қарапайым осылай қалады. X бөлу 2 минус косинус x бөлу 2 деп қалады. Келесі, мынау альфа минус бета деген қосу формуласымен ашылады. Яғни синус пи бөлу 4 и жанына косинусын ертіп жүреді, x бөлу 2 минус болса минус қойылады. Сосын келесі синус x бөлу 2 уже, енді косинус уже пи бөлу 4-ті алады. Өйстіп жазып аламыз. 2 синус x бөлу 2 минус косинус x бөлу 2. Мына жерде квадратын тастап кет, оның квадраты бар. Тең 5 плюс. Енді қарайықшы, синус пи бөлу 4 пен косинус пи бөлу 4-тің мәні бірдей бізде. Келсе шығарсыңдар, ол түбір асты 2 бөлу 2. Соны общий шығарып жіберемін. Сол кезде менің ішімде косинус x бөлу 2 и синус x бөлу 2 қалады. Енді түрі более-менее жиналып келатыр. Енді менің міндетім мына екеуінің орнын алмастыру. Оның орнын алмастырмасам, есебім қате болып қалады қазір. Синус x бөлу 2 минус косинус x бөлу 2-нің квадраты тең 5 косинус. Екеуінің орнын алмастырсам, минус алдынан шығады, сондықтан плюс болмайды, уже минус болады. Сол кезде бірінші синус x бөлу 2 бірінші жазылады, сосын косинус x бөлу 2 екінші жазылады. Енді қарап тұрсақ, жаңа айнымалыны көріп тұрған сияқтымыз, Жаңа айнымалымды мен мына жерге жаза салайын, өзіме ыңғайлап, Синус x бөлу 2 мен косинус x бөлу 2 дегенді аға теңестіремін. Сонда былай болады. 2, мынау а ғой, а квадрат тең 5 минус түбір асты 2 бөлу 2 а болады. Енді ортақ бөлім беріп жіберетін болсам, мына жаққа 2, мына жаққа 2-ден беремін. Сол кезде 4а квадрат, сосын 10 минус түбір асты 2а болады. Сосын бәрін оң жаққа жинаймыз. 4а квадрат, сол жаққа деген болады. Плюс түбір асты 2а и анау өтеді минус 10 тең 0 болып. Дискриминант тапқан кезде мынаны квадраттаймын. 2 болады, түбір асты 2-ні квадраттасам, плюс 4 көбейтілген 10. Сол кезде 162 деген сан шығады. Кейін А1, А2-ні табамыз. Сол кезде былай болады. Минус түбір асты 2 плюс минус 162 деген ол 2 мен 81-дің көбейтіндісі. Немесе оны 9 түбір асты 2 деп жазсақ болады. Ал бөлшектің бөлімінде 8 бар. Енді қарайық, егер мен плюс ават ететін болсам, плюс қоятын болсам, онда менде былай болады. 8 түбір асты 2-ні 8-ге бөлу болады. Нәке о қысқарады, сонда түбір асты 2 қалады. Ал енді минус ават ететін болсам, минус 10 түбір асты 2-ні 8-ге бөлу болады. Сол кезде бұнда минус 5 түбір асты 2 бөлінген 4 шығады. Мынау стрём вариант. Мен мынаны алмайым, тек түбір асты 2-ні алам. Енді түбір асты 2-ні қазір мына жерге вставить ету керек болады, қараңдар. Синус x бөлу 2 азайту косинус x бөлу 2 тең түбір асты 2 деп осы жерге вставить ету керек болады. Енді осы есептің қазір шығару жолын толық көрсететін боламын. Мынаны естеріңе сақтап алыңдар. Енді қарайық. Синус пен косинус екі функция азайтылып тұр, бұл бірдей болу керек еді негізі. Мынандай есеп шығара алмай қаламыз. Осындай шығара алмай қалатын, ештеңеге келмей қалатын есептердің кезінде біз жаңа бұрыш енгізу деген формуланы қолданамыз. Жаңа бұрыш енгіземіз. Бір рет естідіңдер сендер, мен айттым, оны қалай енгіземіз? Пифагор арқылы. Яғни бірінші синустың алдындағы мына 1 деген коэффициентті, косинустың алдындағы мына 1 деген коэффициентті алып жазамыз. 1 квадрат плюс 1 квадрат. Екеуін қоссақ түбір асты 2. Мына өрнектің бәрін түбір асты 2-ге бөлеміз. Сонда былай болады. 1 бөлу түбір асты 2, синус x бөлу 2, минус 1 бөлу түбір асты 2, косинус екен ғой. Косинус x бөлу 2, түбір асты 2-ні түбір асты 2-ге бөлсек 1 шығады. Енді қарайықшы, мынау түбір асты 2 бөлу 2, мынау да түбір асты 2 бөлу 2-ні береді. Сондықтан мен мынаны қазір формулаға келтіру үшін косинусқа айналдырамын. Косинус пи бөлу 4 деп жазамын. А мынаны керісінше синусқа айналдырамын. Синус пи бөлу 4 деп жазамын.
Енді осы жерде байқадыңдар ма, не көріп тұрсыңдар? Сендер формула көріп тұрсыңдар. Синус альфа, косинус бетта, косинус альфа деген. Сондықтан бұл синустың формуласы болып қабылданады. Х бөлу 2 азайту пи бөлу 4 деген синустың формуласы болып табылады. Осыны ұстаймыз деп былай жасаймыз. Х бөлінген 2 азайту пи бөлінген 4. Ал 1 деген ол дербес жағдай, ол пи бөлінген 2 плюс пк, 2пк, 2пк деген формула. Енді мына пи бөлу 4 мына жаққа не болып өтеді? Ол плюс болып өтеді, плюс болып өтеді. Қосылса 3пи бөлу 4 плюс 2пк болады. Енді мына 2 мына жаққа төбеге көбейту болып өтеді керісінше. Сол кезде бізде оны мына жерге жаза салайын, x тең болады, төбеге көбейтілсе 6пи бөлу 4 плюс 4пк болады. Немесе мына екеуі қысқарып x тең 3пи бөлу 2 плюс 4пк болады. Яғни С вариантында не істейді екен? Өлі. С вариантында жауабымыз болады екен. Есеп ұзақ шығарылды, бірақ өте қызықты есептердің біріне жатады. Түсінікті болған болса, комментарийге жазыңдар, түсіндім деп. Давайте.